Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар, математика сабағын бастаймыз. 82-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы түсімділік. Сабақ мақсаты түсімділікке берілген есептерді шығаруды үйренесің. Бірінші есеп. Есепте жауаптарын кему ретімен орналастырып, сөзді оқы, оған түсінік бер. Біз көбейтудің мәнін үлкен саннан кіші санға дейін біз кему ретімен жазып шығамыз. 7598 көбейтілген 5, 37990-ға тең. С әрпі 8560 көбейтілген 5, 42800-ге тең. Ö әрпі 9063 көбейтілген 5, 45315-ге тең. Т әрпі 3569 көбейтілген 5, 17845. М әрпі 5698 көбейтілген 5, 28490-ға тең. Бұл жерде бізде түсім деген сөз шықты. Енді біз көбейтудің мәнін үлкен саннан кіші санға дейін кему ретімен жазып шығамыз. 45315, 42800, 37990, 28490, 17845. Екінші есеп балалар. Бізде әртүрлі өрнек өлшем бірліктер берілген екен. Ең алдымен 900 тоннаның ішінде 900-ді көбейтеміз. Біз 1 тоннаның ішінде балалар 1000 килограмм бар. Демек, біз 900-ді көбейтеміз 1000-ға. Тең болады 900 000 килограмм. 8200 көбейтілген 800 тең болады 4. Енді жақша ішіндегіні шығарып аламыз. Ең алдымен 66500-ді бөлеміз 19-ға 3500. 15200-ге қосамыз 3500-ді 18700 шығады. Енді 18700-ді біз балалар 4-ке көбейтеміз. 74800 шықты. Енді 900 000-нан аламыз 74800-ді 825200 килограммға тең. 825 тонна 2 центнер шығады. Үшінші есімде сақта балалар. Ереже. Біз түсімділікті кіші әріп М-мен белгілейміз, ал аудан бірлігін С деп белгілейміз. Жинап алынған түсімнің массасын С деп аламыз, ал үлкен М дегенді жиналған түсімнің жалпы массасы. Біз балалар түсімділікті табу үшін біз жиналған түсім жалпы массаны ауданға бөлеміз. Сонда түсімділікті табамыз. Бір өнімге түскен түсімділік табамыз. Ал енді біз аудан бірлігін табу үшін біз балалар көп жиналған түсім жалпы массасын біз түсімге бөлеміз де ауданын табамыз. Ал енді балалар біз жиналған жалпы түсімнің массасын табу үшін біз түсімділікті аудан бірлігіне жинап алған түсімнің массасына көбейтіп шығарамыз балалар. Бұл шамалар үшбұрышының ережесі. Үшінші есеп балалар. Кестеде берілген мәліметтерді оқып, белгісіз шаманы тап. Балалар өсірілетін дақылдар бидай, мақта, картоп екен. Түсімділікті кіші әріп М-мен белгілейміз. Егістік ауданы С. Осы ауданнан жиналған түсімнің жалпы массасы үлкен М әрпін белгілейміз балалар. Енді біз бидайдың түсімділік массасы белгілі 6 центнер гектарына, ал енді егістіктің ауданы 100 гектары. Демек балалар, бұл жерде біз 6 центнерді 100 гектарға көбейтіп, жалпы жиналған түсімнің массасын табамыз. Сонда 600 центнерге тең екен. 600 центнер бидай жиналған екен. Ал енді балалар, түсімділіктің кіші әріп 15 центнер гектарына жиналған екен. Ал енді бұл жерде егістік белгісіз екен. Егістік ауданы белгісіз. Ал енді біз жалпы түсімнің массасы 1500 центнер. Ал енді біз балалар егістіктің ауданын табу үшін жалпы жиналған массаны біз түсімділікке бөлеміз. 1500 центнерді 15 центнер гектарына бөлсек 100 гектар болады екен. Ал енді картоптың түсімділігі белгісіз, егістіктің ауданы белгілі 50 гектар, ал осы ауданнан жиналған түсімнің жалпы массасы 500 центнер екен. Демек 500 центнерді балалар 50-ге бөлеміз де түсімділікті табамыз. 10 центнер гектарына жиналған екен. Төртінші есеп балалар. Есептерді шығар. А нұсқасы. Көктемде жалпы ауданы 50 метр квадрат болатын екі гүлзарға балалар қызғалдақтың баданалары отырғызылыпты балалар. Әрбір квадрат метрге отырғызылған бадана саны бірдей екен. Бірінші гүлзарда 400 бадана, ал екіншісінде 600 бадана бар екен. Әрбір гүлзардың ауданы табуымыз керек. Демек балалар, бұл жерде С деп жаңағы жалпы барлық жерге бадана отырғызылған массаны 50 метр квадрат екен. Бірінші жаңағы гүлзарға балалар 400 бадана отырғызылған, екіншісіне 600 бадана. Ал енді біріншісіне, екіншісіне де біз белгісіз. Демек, бұл жерде біз не істейміз? Ең алдымен бірінші барлық баданаларды санын табады екенбіз. 400-ге 600-ді қосамыз, 1000 бадана шықты. Енді 1000-ды жаңағы 50 ауданына бөлеміз. 50 квадрат метрге бөлеміз.
сонда 20 badana. Демек 400-ді бірінші гүлзарды 420 бөлеміз, жаңа аудан бірлігіне бөлдік. 20 квадрат метр екен. Бірінші гүлзарға 20 метр квадрат отырғызылған екен badana. Ал екінші гүлзарға қанша badana отырғызылған? 600-ді 20-ға бөлеміз. Демек 30 квадрат метр ауданға егілген екен. Екінші гүлзарға badana. Нұсқасы бір фермер құрылпылайды қарапайым тәсілмен өсірді. Сондықтан оның түсімі 10 килограмм квадрат метрді құрайды екен. Екінші фермер жаңа тәсілді қолданып әрбір квадрат метрден дейді 3 есе артық құлпынай жинапты. Егер екі фермердің әрқайсысы құлпынайды дейді 900 квадрат метр жерге отырғызған болса, онда олардың әрқайсысы қанша түсім алды? Екінші фермер қанша құлпынай артық жинады? Демек балалар, бірінші фермердікі белгілі 10 квадрат метр килограммна. Ал екіншісі қанша есе артық? 3 есе артық жинаған екен. Енді бірінші фермерді 900 метр квадрат метр, екіншісі 9 квадрат метр. Демек, балалар, шешуі 10-ды көбейтеміз 3-ке, 30 квадрат метр килограммна. Ал енді 900-ді біз 10-ға көбейтеміз 9000 килограмм. Демек, 900-ді көбейтеміз 30-ға 27000 килограмм. Демек, екінші фермер 27000 килограмм түсім алыпты. Ал бірінші фермер 9000 килограмм түсім алыпты. Екінші фермер 18000 килограмм артық құлпынай жинаған екен балалар. 27000-нан 9000-ға азайтамыз 18000 килограмм. Екінші фермер 18000 килограмм бірінші фермерге қарағанда артық жинады. Бесінші есеп мынадай жағдайда белгісіз шаманы қалай табады? Балалар, жұптық жұмыс. Бұл жерде балалар шамалар ұшпышы берілген. Бұл жерде В деп біз еңбек өнімділігі деп аламыз. Т деп жұмыс уақыты, барлық жұмыстың көлемі. А деп алайық. Шебердікі 6 сағат бөлшегіне жинаған екен. 6 сағат. Демек, балалар, бұл жерде жалпы санын табу үшін біз 6-ны 6-ға не істейміз? Көбейтеміз. Сонда 36 бөлшек жинады. Ал енді оқушы 3 бөлшек сағатына, ал енді бұл жұмыс уақыты белгісіз, барлық жұмыс 15 бөлшек жинаған екен. Ал енді 15-ті 3-ке бөлеміз. Демек, қанша шығады? 5 сағат жұмыс істеген оқушы. Ал енді станок бөлшек сағат белгісіз, 180 бөлшек барлығы, ал жұмыс уақыты белгілі 180-ді 2-ке бөлеміз. Қанша шығады? 90 бөлшек сағатына жұмыс өнімділігін жасаған екен. 6-шы есеп балалар, түсімділік. Өлшем бірліктерін қалай өрнектеуге болатынын ойлан және түсіндір. Сен арды сотық деп атайтын білесің бе? Балалар, демек, бір сотық А деп аламыз. 100 квадрат метр екен. Бір сотықта 100 метр квадрат бар екен. 50 тонна гектарында қанша болады сонда? 50-ді көбейтеміз 10-ға. Балалар, 500 гектарына, центр гектарына. Ал одан кейін 500-ді балалар көбейтеміз 100-ге. Оны 10.000-ға бөлеміз, 50.000 шығады. 500-ді 100-ге көбейтсек, 50.000-ді 10-ға бөлсек, 5 квадрат метр килограмм. Ал одан кейін 5 килограмм квадрат метрді 5-ті 100-ге көбейтеміз, 500 килограмм сотық. 7-ші есеп, есепте және тексеруді орында. Достарымен бірге мысалдарды кім шапшаң және дұрыс шығаратына жарыс ұйымдастыр. Балалар, 45689-ға қоссақ, 392816-ға қоссақ, 45689 қосылған 392816, 438505-ке тең. 500-ның бірді азайтамыз 13295-тен 486-706-ға тең. 236800-ден азайтамыз 499-879-дан 186-921-ге тең. 89358 бөлінген 281 318-ге тең. 91653 бөлінген 223 411-ге тең. 215292 бөлінген 132-ге тең, 1631-ге тең. 456 көбейтілген 421, 721, 328776. 1996 көбейтілген 145, 289420-ға тең. 5647 көбейтілген 102 тең, 575994-ке тең. 8-ші есеп балалар, тапсырманы мұқият орында, оқы, түсінділікті салыстыру үшін алдымен не істеу керек? Балалар, бұл жерде қияр ашық жерге және жылыжайға өсіріледі. Ашық жерде өсірілген қиярдың түсімділігі 140 тонна гектарына, ал жылыжайда 30 килограмм квадрат метр.
гектарын ашық жерде және жылы жерде өсірілген қиярдың түсімділігін салыстыр дейді. Бұл жерде 14 тонна гектарды көбейтеміз 1000 килограммға, бөлеміз 10 000 квадрат метрге, 140 000-ды бөлеміз 10 000-ға, 14 килограмм квадрат метр. Демек 14 килограмм квадрат метр 30 килограмм квадрат метрден кем. Жылы жайда өсірілген қияр көп. 9-шы есеп балалар, есепті шығар. Екі жер теліміне қызғалдақтар баданасы балалар отырғызылды. Бірінші жер телімі екіншісінен 30 квадрат метрге артық, сондықтан оған 10.160 бадана, ал екіншісіне 6350 бадана отырғызылды. Егер әрбір квадрат метрге отырғызылған бадана саны бірдей болса, онда әр жер телімінің ауданы қанша? Демек, бұл жерде бірінші жер телімі 10.160 бадана, бұл 30 квадрат метрден артық. Екінші жер телімі 6350 бадана. Жылы жайда 30 килограмм квадрат метр, демек 14 килограмм квадрат метрден кіші. Шешуі 10.160-тан азайтамыз 6350-ді тең 3810 квадрат метр. Ал енді 3810 квадрат метрді 30 квадрат метрге бөлсек, 127 бадана шығады. Сонда 10.160-ті бөлеміз 127-ге тең 80 бірінші жер телімі, ал 6350-ді бөлеміз 127-ге 52 екінші жер телімі. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.